Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай керемет тамаша, иә? Мінекей, оң бет осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Мінекей, көрдіңіздер, қандай керемет тамаша. Шамалы бір жақындатып көрсетейін. Мінекей, бұл узор өзі 8 қатардан тұрады және 9 көзден. Мінекей. Енді бұл узормен де кардиган, чемпір, жилет, енді бәрін тоқуға болады. Тіпті шапка де тоқуға болады бұл узорменен. Керемет болады. Мінекей. Ал кеттік ендеше. Осы узорды біз бастап көрейік. Біз қазір бұл узордың бастапқы 2 қатарын тоқитын боламыз. Содан кейін барып негізгі узорды тоқимыз. Ал кеттік ендеше. Осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде ақ жіппенен 15 көз алдым. Өйткені біз тек қана мына бір узорды ғана тоқитын боламыз. Біз мына бәрін тоқитын болсақ, уақыт көп кетіп қалады. Сондықтан да тек қана бір узорды ғана тоқитын боламыз. Мен мына жерде 15 көз алдым. Және мынау теріс жағынан барлық көздерді терісінен тоқып шықтым. Ал, бисмилля-рахман-рахим. Узорымыздың бастапқы қатарының бірінші қатары. 2 теріс. 9 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 теріс. Осымен бірінші қатар аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, біздің узорымыздың бастапқы қатарының екінші қатарда аяқталды. Мінекей. Осымен болды. Бұдан кейін енді бұл бастапқы қатарда біз енді тоқымаймыз. Енді негізгі узорымыздың бірінші қатары. Бірінші қатар 2 теріс, 9 10. Тура жаңағы қатардағыдай, төмендегі қатардағыдай тоқып шығамыз. 2 қатар. Мінекей. Мына жерде біз жаңа 9 10 көзді тоқыдық. Енді 2 теріс. Осымен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Енді узорымыз бір көріп жіберейік. Бізде мына жерде былайынша есептегенде санағанда бізде 5 қатар болды, иә? Қараңыздаршы, мінекей. Енді санағанда мінекей. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Бұны не үшін осыншама 5 қатар тоқыдық. Қазір біз енді мынау үлкен ұзын көздерді тоқитын боламыз. Узорымыздың үшінші қатары.
2 теріс. Енді қараңыздар. Мына жерде 1, 2, 3, 4, 5. Мына 5-ші көз, я? Осы 5-ші көзден, мінекей, біз жоғарыдан төмен санағанда 1, 2, 3, 4, 5. Я? Осы 5-ші көзден біз, мінекей, мына ұзын көзді біз бұлайынан, мінекей, тартып аламыз. Мінекей, сөйтеміз, мына бір көз шығардық, мінекей. Сөйтеміз да, бір оң тоқимыз. Мынау жаңа 5-ші қатар болды ғой. Енді мынау бір саты, бір қатар жоғары, мынау 4-ші қатарға келіп, біз тағы да бір жіп ұзын көзді тартып аламыз. Сөйтеміз да, мынау 2-ші оңды тоқимыз. 3-ші қатарға келіп, тағы да біз бір жіпті тартып аламыз. 3-ші көз болды. Мінекей 3-ші оң көзді оң қылып тоқыдық. 4-ші рет мінекей мынау 2-ші көзге келдік те, біз тағы да бір жіпті тартып алдық та, мынау 4-ші оңды оң қылып тоқыдық. Мінекей 4-еу болу керек. Көрдіңіздер ғой? 1, 2, 3, 4. Мінекей. Осыны қадағалап отырайық. Енді мынау 5-ші көз оң қылып тоқимыз. 6-шыны оң қылып тоқимыз. 7, 8, 9. 2 теріс. Осымен узорымыздың 3-ші қатары аяқталды. Енді 4-ші қатар. 2 оң. 1, 2. 5 теріс. 1, 2, 3, 4, 5. Енді қараңыздар. Мынау 2-ші көз болып тұрған, мынау ұзын көз, я? Өзі бұлай ыңғайсыз болып тұр. Ол үшін біз екеуін қазір қысқартатын болсақ, екеуін бірге. Ол кезде мына ұзын көз жабылып қалады. Сол үшін де біз мына екі оңды, екі көзді біз оң білтекешке әуелі ауыстырып аламыз. Сөйтеміз, мынау сол білтекешпен мына оң жағынан айқастырып айналдырып жібереміз, мінекей. Сөйтеміз, екеуін қысқартып жібереміз. Мінекей, қараңыздаршы, сол кезде мына ұзын көз бетінде қалды. Тағы бір қайталап жіберейік. Оң білтекешке ауыстырып, оң жағынан айналдырып, сол білтекешпен сөйттік те екеуін қысқартып жібердік. Мінекей. Мынау қалған екеуінде де дәл солай айналдырып, екеуін қысқартамыз. Мінекей. 2 оң, осымен узорымыздың 4-ші қатары аяқталды. Мінекей. Көрдіңіздер ғой. Узорымыздың енді 5-ші қатары. 5-ші қатарда біз сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мына жерде 2 теріс тоқыдық, енді 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 теріс. Осымен узорымыздың 5-ші қатары аяқталды. 6-ші қатар. 6-шы қатарда сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, 6-шы қатарда аяқталды. Узорымыздың енді 7-ші қатары. 2 теріс. Узорымызға бір қарап алайық.
5 оң. 1, 2, 3, 4, 5. Мінекей. Мына жақта 4-еу қалды, иә? Жаңа біз мына төменде, мына узорларда біз әуелі мына ұзын жіпті іліп алдық, содан кейін барып оңды тоқып отырдық, иә? Ал енді біз қазір керісінше әуелі мына 5 көзден кейін әуелі мына бірінші оңды тоқимыз. Содан кейін мынау 5-ші көзде 1, 2, 3, мынау 3-ші көзге келген кезде мынау осы көзден біз мынау ұзын жіпті осылайына тартып аламыз. Кеңдеу болсын, иә, осындай. Әйтпесе мына бүкірейіп, мына жерде бүрісіп қалады. Екінші оңды тоқыдық, оң көзді. Сөйтеміз да, мынау бір қатар төмен, тағы да төмен жағынан мына көзден тағы да бір ұзын көз тартып аламыз, мінекей. Мінекей, шамалы кеңдетіп отырайық. Үшінші оң көзді тоқыдық. Сөйтеміз да, тағы да бір саты төмен, тағы да ұзын көзді тартып аламыз. Шамалы кеңдеу болайық. Тағы да бір оңды тоқимыз, 4-шісін. Сөйтеміз да, тағы да бір саты төмен, мынау төмендегі көзден біз тағы да бір ұзын көзді, мына ұзын көзді тартып аламыз. Ыңғайсыз болып тұр. Егерде дәл осылай ыңғайсыз болатын болса, біз мынау білдекеш немесе бәріміз айтып жүрген крючокпен мынау бір саты төмен мына жіпті осылайынан тартып алсақ та болады. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Сол кезде өзімізге оңай болады. Мінекей, соңғысы 2 теріс. Осымен узорымыздың 7-ші қатары аяқталды. Мінекей. Узорымыздың енді 8-ші қатары. 2 оң. Бұл жерде енді еш нәрсені мына көздерді ауыстырмаймыз. Бірден мына 2 көзді, мына біреу ұзын көз, біреуі теріс, иә? Екеуін бірге теріске тоқып жіберіп отырамыз. Мынау 2-шісі, 3-шісі және 4-шісі. Қалғаны 5 теріс қалды. Қалған көздердің бәрін терісіне тоқып жібереміз. Мінекей, соңғысы 2 оң. Осымен узорымыздың 8-ші қатары аяқталды. Мінекей, узорымызға бір көріп жіберейік. Мінекей, жаңа айтқанымдай, мына жерде шамалы ұзындау қылып шығарып отыру керек, мынау үлкен көздерді. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, әдемі болып шықты. Ақ жіппенен де керемет болады екен. Мінекей, енді осылайынан ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Енді қазір қайттан бірінші қатардан қайттан басталынады. 2 теріс 9 оң, 2 теріс. Осы 2 қатарына тоқисыздар, сосын мына узор басталады. Естеріңізде ғой енді. Мінекей, қандай керемет, иә? Тамаша. Енді үлкен тоқымамызды көрейік. Мінекей. Қандай керемет, тамаша. Күшті, иә? Әдемі. Алғашқы кезде бұл узорда өте қиын сияқты болып көрінеді, бірақ тоқу барысында бұл узорда өте оңай болып шығады. Мінекей, бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатты болыңыздар. Жақсы.